Енді түрік бауырларымыз біздің өлкені орталық Азия емес, Түркістан деп айтатын болды. Дәл осындай ақпарат біраз медиада тарап, халық арасында түрлі пікірлер айтылып жүр. Бірі қолдаса, енді бірі қарсылық танытуда. Ал сіз бұл атаумен келісесіз бе? Расымен де түріктер біздің өлкені солай айтатын болды ма? Ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. Ақпарат рас екен, бірақ белгілі бір нюанстары бар. Қазір сіздерге түсіндіріп берейін. Түркияның білім министрлігі жаңа бағдарлама бойынша 2024 жылдың көктемінен бастап тарих пәнінің оқулықтарында орталық Азия терминінің орнына Түркістан сөзін қолдана бастаған. Алайда бұл өзгерістер мектеп бағдарламасында ғана екен. Саяси аренада біз әлі орталық Азиямыз. Себебі Түркия сыртқы істер министрлігінің сайтында орталық Азия термині еш өзгеріссіз тұр. Сондай-ақ Ердоған жақында Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде сөйлеген сөзінде орталық Азия терминін пайдаланған. Түркия білім министрлігі 2024 жылдың 20 сәуірінде білім саласындағы кейбір терминдерге өзгеріс енгізді. Соның ішінде анахронологиялық және ғылыми қате терминдер мен ұғымдарды қолданудан бас тартатын айтылады. Сол үшін де орталық Азия терминінің орнына Түркістан деп қолдануды бекітеді. Алайда не үшін екені жазылмаған. Біздегі көптеген медиалар Түркия жалпылама тұрғыда орталық Азия терминінен бас тартты деп ақпарат таратып жатыр. Алайда бұның қате әрі бұрмаланған екен жоғарыдан байқаймыз. Сіздің ойыңызша Түркістан деген атау дұрыс па, әлде орталық Азия дұрыс па? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз, шындыққа сіздің де таласыңыз бар.